Сәлем балақай, бүгін біз сенімен апта күндерін қайталаймыз. Терең демалып, тыным ал, тақпақ тыңдап ұғып ал. Апта деген атайдың 7 бірдей немересі бар. Біріншісі дүйсенбі, екіншісі сейсенбі, үшіншісі сәрсенбі, төртіншісі бейсенбі, бесіншісі жұма, алтыншысы сенбі, жетіншісі жексенбі. Ал енді әнге қосылып апта күндерін ата. Аптада бар 7 күн, дүйсенбі мен сейсенбі, сәрсенбі мен бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Дүйсенбіде моншақты, тіздім қызыл моншақты, сейсенбіде үй ойнап, қонақ қылдым құршақты. Сәрсенбінің сәтінде сурет салдым сәкіде, бейсенбі күн биледім, қара жорға үйрендім. Қошақанға жұмада, жем-шөп салдым қорада, сенбі күні ертегі, айтты әжем әртүрлі. Жексенбі күн қалада, көмектестім анама, кешке жақын тақпақты, алтын әкем жаттатты. Өте шықты бір апта, дүйсенбі мен сейсенбі, сәрсенбі мен бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Жарайсың балақай. Сонымен бір аптада неше күн бар? Бір аптада 7 күн бар. Дұрыс айтасың. Бүгін аптаның қай күні? Сейсенбі аптаның нешінші күні? Жексенбінің алдында қай күн? Жарайсың балақай. Сен барлығына дұрыс жауап бердің. Енді сен апта күндерін білесің. Сау бол балақай.